таң атып кетті міне уже. Далаға шығып кішкене ауа жұтып қайтайыншы. Мәссаған погода деген кайф болып тұр ғой. Так, мынандай погодада бірдеңе істеу керек маған. Бірақ не істесем болады өзі? Что-то идея да жоқ. Так, лучше Микомен кездесіп қайтайын мен. Миконың хал жағдайын сұрап кішкене. О, салам алейкум, Мико, қалай жағдай? Сен көтіп уақыт немене бәлек? Күн ыстықта қалың киініп алғансың, бықсымайсың ба? Не жұмысың бар? Мен бықсыйын ба, бықсымайын ба? О, көтіп уақыт не жұмысың бар деп қояды. Өзіңше болып кеттің ба не? Әзілдеп отырмын досым, не болды? Көңіліңе қатты қалмашы, не жүрегіңе тиіп кетті ме не досым? Ойбай, Мико, күлмей ақ қойшы сен. Немене өле аузың салысып жатыр ма? Бірдеңе иістер шығып жатыр ғой что-то. Қойшы, натуре салысып жатыр ма? Что-то бүгін жуып шыққан сияқты едің. Жарайды, қоя берші, кеттік магазинге барып су алайық. Давай, сөйтейікші, а то күтсейші, Мико. Ой, көтіп оқ күтпейсің ба? Артынан жүгіргізіп адамды. Дұрыс қой, дұрыс. Спортпен шұғылданасың заты. Что-то қандай су алайын? Кола, пепси, фанта. Қалағаныңды алшы, Мико, что-то қатты шөлдеп баратырмын. Тез алып шықшы. Давай, сен сыртта күте тұр, мен өзім тез су алып шыға саламын. Все, хорошо, ұзаққа кетіп қалма бірақ, Мико. Так, кешегі қылмыскерді қайдан тапсам болады екен? Тоқташы, ананың түрі что-то ұқсап тұр ма? Так, мынау сол сияқты ғой. Ха, ұсталдың ба бәлем? Так, енді бұны оңайлықпен жіберіп алмау керек. Бергелей шақпас, мен сені қазір ұстап алам. Так, мына полиция апай маған келе жатыр ма? Что-то апасян, қашып кетсем бе екен? Не үшін қашам? Вроде ештеңе бүлдірген жоқпын. Ха, ұсталдың ба бәлем? Полиция апай, тағамаңызшы, пистолетке басылып кетеді. Аузыңды жап, не үшін қашып жүрсің менен? Жо, сіз біреумен шатастырып алған сияқтысыз мені. Ешкіммен шатастырған жоқпын, жүр менімен. Кісі енді не ақ беріп қойдыңыз маған? Қайқа барамыз? Шын айтам, апай, ештеңе бүлдірген жоқпын мен. Қозғалма орныңнан, қашып кететін болсаң атамын. Ештеңе бүлдірген жоқпын дейді ғой, велосипедті ұрлап кеткен сен емес па? Қандай велосипед? Вообще түсініп тұрған жоқпын, апай. Мә саған. Ойбай. Ойнамаңшы, апай, шын айтам, ештеңе бүлдірген жоқпын. Жүр, бол машинаға отыр, алдыма түс. Ойнағанды көрсетейін мен саған. Бұл тек атпаңызшы. Не істедім мен? Соны айтып беріңізші. Түнде мектептің алдынан велик ұрлаған сен емес пе? Ұқсап тұрсың соған, жүр алдыма түс. Апай, шынымен айтам, мен ұрлаған жоқпын ешқандай велик. Аузыңды жапта, тыныш отыршы, мешайт етіп атсың. Мақұл, бірақ шынымен мен ұрлаған жоқпын. Ішке кіріп отыра бер, қазір мен саған киім беремін. Не киім, апай, мен ешқандай нәрсе істеген жоқпын ғой. Иә, бұл жаққа келгендердің бәрі ештеңе істемедім деп айтады. Апай, мен шынымен бірақ ештеңе істеген жоқпын. Болдым саған, тез кірші. Қараптан проблемаға ұрындым. О, мені басқаша әңгіме өзіңе қиып қойғандай. Қазір мен саған протокол толтырайын. Апай, қандай протокол? Мен шынымен түрмеге жабайын деп отырсыздар ма не? Шынымен айтам, апай, ештеңе ұрлаған жоқпын мен. Тағы да сөйлейтін болсаң атып тастаймын. Көп сөйлей бермей жүр менің артымнан. Так, бергел, жаңа өзің достарыңмен таныса отыр. Қайдағы дос? Қалжыңдап тұрсыз ба? Йо-майо, мен шынымен түрмеге қамап жатсыздар ма не? Вау, қыздар қараңдаршы қандай красавчик кигенін. Қайдағы красавчик? Арық біреу сияқты ғой. Біздің түрмеге не, еркектерді әкелетін болған ба не? Что-то қызық бола бастаған сияқты ғой. Мен не? Қыздардың түрмесіне әкеліп қойды ма не? Мынау бір қателік сияқты ғой что-то. Осындай қызықты видеолар көп шықсын десеңдер, достар, арнаға тіркеліп кетіңдер. 10 мың подписчикке жетейік. Бұл менің арманым. Азақ қалды, достар. Сәлем қыздар. Менің есімім Адик. Таныса отырайық. Қате кетіп қалдым негізі мен, бірақ сонда да таныса отырайық. Не дейді? Бұл жерге ешкім қате келмейді. Значит, сен бірдеңе бүлдірген болып тұрсың ғой. Таныссақ таныса отырайық. Менің есімім Айка. Менің есімім Балнұр. Танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Жанна. Не деген сымбатты едің. Адик дегенде күшті ат екен. Может, жақынырақ танысармыз? Жанна, қойшы, пикмейланбашы. Жақынырақ танысқанда мен вообще қателікпен түскенмін бұл жерге. Қазір досым келіп мені шығарып алу керек негізі, қыздар. Сол үшін кішкене уақыт бола тұрайын осы жерде. Кішкене уақыт дейсің ба? Онда сен кішкене уақыт біздің көңілімізді көтер. Қалай сонда? Қалай дегенде оңай, бізге билеп берсең болды. Не дейді? Билеп берген несі тағы? Ешкімнің алдында билемеймін мен. Сенен ешкім билейсің ба деп сұраған жоқ. Бол тез, давай биле. Болды, все, билеймін қазір. Тек ана тапаншаны алып тасташы. Қазір күшті қылып билеп беремін сендерге. Так, 1, 2, 3 волна. 1, 2, 3 волна. Немене бәлем, мына жерде бәрі тапаншамен жүре ма? Ой, құдай-ай, билеген түрін қараңдаршы наның. Менің 5 жасар сіңілім надан жақсы билейді ғой. Қойыңдаршы, қыздар әбәден билеп тұр ғой. Тесе беретін ес. Мына қашан бітіреткен, что-то шаршап жатқан сияқты. Так, не отыр бұнда? Дереу тоқтат билегенді. Бәрін камераларыңа барыңдар болды. Наконец-то бітті ғой мына би. Болды, шуламай тыныш жатыңдар. Құрсын, ұйықтайықшы, что-то бүгін
шаршап кеттім. Не? Мен қызбен бірге? Мынау что-то қатты кетіп баратқан сияқты ғой. Не тезіліп қарап тұрсың, ұйықтайсың ба, ұйықтасай? Болды, қазір амал жоқ, енді ұйықтау керек. Үйімдегі жұмсақ төсек сағынып кеттім. Жарайды, ұйықтайыншы болды. Туалетке шығу керек маған. Ой, кешірім сұрайын. Тентек болып қалған ба мынау, тезіліп тұрған несі маған? Ой, кешірім сұрайын. Даже туалетке дейін бірге ма не? Мына түрме что-то ұнамай баратыр маған. Жарайды, тыныш қана бір жерін қысып ұйықтай қояйын. Бәсен енің есі шығып кетті десем, мына түрме ұнамай баратыр маған. Что-то қайту керек маған. Адик досым, су алдым, что-там тентек болып қалған ба? Қайға кетіп қалды бұл? Ой, жарайды, қоя берші, и так пайдасы жоқ еді. Как раз үйге барып Роблокс ойнайтын болдым ғой. Кешір, Адик, маған үйге срочно қайту керек. Так, Адик, сыртқа шығып кетші сен. Адик, біз сені шынымен де қателесіп ұстаппыз. Нағыз қылмыскер уже ұсталды. Так что ренжіме, иә? Қуасыздар ма? Мен сіздерге айттым ғой, мен емес деп. Бірдеңе беріңдер енді маған. Сен не әлі түсінбедің ба не ештеңені? Кет дегенде ит те кетеді, жоқ болып кет бұл жерден. Ойнап айтам апай, жай әзілдеп жатқаным ғой. Жақсы, сау болыңыз, келесіде кездеспей ақ қояйықшы. Бостандық деген не деген рахат еді. Түрмеде адамдар қалай өмір сүреді, вообще невозможно ғой. Сонда туалетке кіргенде бір-біріне қарап отыра берем, что-то бір түрлеген. Кстати, мен досым байды. Так, осыдан қолыма түс, Мико, аямайым сені. Осылайша Адик өміріндегі ең қызық сәттің бірін өткізді. Достар, егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сендермен болған Адик, келесі кездескенше.